Сәлемдестер, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз антиагреганттардың классификациясын талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге доктор Усабаев. Видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, Қазақстан медицина контентін қолдап кетіңіздер. Антиагреганттар дегеніміз жалпы тромбоциттердің қосылуына агрегациясына кедергі келтіретін заттарды айтамыз. Антиагреганттар жалпы өздері төртке бөлінеді. Олар біріншісі ЦОК1-дің тежегіштері. ЦОК1-дің ингибиторлары. Ингибитор деген сөз тежегіш деген мағынаны білдіреді. Оған жататын аспирин. Аспирин ол аз дозада болу керек. 75-100 мг. 75-100 мг ол күніне болу керек. Сол кезде ол антиагреганттардың классификациясына кіреді екен. Ал егер 100-ден 150-300 болатын болса, асып кететін болса 100-ден, ол антиагреганттарға кірмейді. Ол қабынуға қарсы заттарға кіріп кетеді, достар. Осыны не істеу керек? Мән беру керек. Енді екінші аттары бар аспириннің. Жүрек ауруларында қолданатын, инфаркт миокардияның алдын алу үшін, тағы басқа тромбоздардың алдын алу үшін кардиомагнил деп аталынады. Кардиомагнил. Осындай өзінің ерекше аты бар. Екінші топ ол бізде пуринергиялық рецептордың тежегіші. Пуринергиялық рецептордың тежегіші. Қазір айтам, бұл қандай препарат екен? Рецептор тежегіші. Бұған жататын препарат ол клопидогрил. Бұл препарат өте маңызды, өйткені скорый помощьта инфаркт миокарда болып жатқанда осы препарат қолданатын негізгі препарат осы клопидогрил. Үшінші топ жалпы мынандай белокты тежеп жасайды екен. Гликопротеин 2B3A-ның блокаторлар. Гликопротеин 2B3A. Осы белокты тежейді. Осының ингибиторлары. Бұл жалпы именно осы тромбоциттің тура осы жеріне орналасады. Тромбоцит осы белок арқылы бір-бірімен жабысады екен. Осыны тежейтін препараттар бізде 3 препарат бар. Аптиксимаб, сосын тирофибан, үшіншісі ептифибатит. Осылай жалғап айтсаңыздар, тез фармак препараттарды жаттап аласыздар. Енді жаттап алыңыздар ғой, міне бір қайталайын, төртіншісі сыймай қалды, төртіншісі мында жасылайын енді. Төртіншісі ол фосфодиэстеразан тежегіші. Фосфодиэстеразан тежегіші дипиридамол деп аталады. Дипиридамол. Достар, тағы бір рет қайталаймын. Тағы бір рет қызымен сызып шығамын. Аспирин ол ЦОК1-ді тежейді. Аспирин ғана жатады. Екіншісі ол бізде пуринергиялық рецептордың тежегіші клопидогрил. Сосын гликопротеин 2B, гликопротеин 3A-ның ингибитор, осы белоктың ингибиторының 3 препарат. Аптиксимаб, ептифибатит, тирофибан деген препарат. Төртіншісі дипиридамол. Осындай 4 топ қана бар. Аспирин, дипиридамол, клопидогрил, аптиксимаб, тирофибан, ептифибатит. Келесі видеоларда әсер ету механизмін тереңірек түсіндіріп беретін боламын.